ұлттық ойын бастаймыз. Біздің ұлттық ойынымыз жаңа қазақтың ата бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысқан. Сол кезде жілік асықтан асық алған. Сол асықты жуып ата балаларымызға асық ойын үйреткен. Сол себептен ол асықты сөйтіп жуып кептіріп біздің балаларға ойын үйреткен. Қараңыздаршы балалар, асықтан қандай ойын ойнауға болады? Қанталапай ойнауға, бес асық, асық ату, ішінде біздер қанталапай ойын ойнаймыз. Мына ойынның шартын түсіндіремін. Қанталапай ойыны ішінде бір қызыл асық болады. Ол қан асығы болады. Мен сіздерге шашқанда, сіздер кімге қызыл асық түседі, сол кісі ойынды бірінші бастайтын болады. Жарай ма? Иә. Бастаймыз ойынды. Алақай, балақай, басталды ойын. Ал, бәріміз асықты бөліп аламыз. Бәріміз асықты бөліп аламыз. Иманали, бәріміз бөліп аламыз. Иә. Кімге қызыл асық түсті? Алинұрға түсті, Алинұрға түсті. Енді Алинұр бірінші бастайды. Балалар енді асығымызды ортаға тігеміз. Ал балалар олай болса асығымызды ортаға тігеміз. Бір асықтан алып қаламыз. Қалғанын бәрін тіге қойыңыздар. Сен қызыл асығыңды алып қал. Сен бастайсың да? Сен аяққа тігеміз. Балалар, біздер бүгін екінші ойынымыз өгіз тартыс дейтін болады. Арқамен, иықпен тартысып, күш сынасамыз да, жарай ма? Олай болса, біздер бастаймыз ба ойынымызды?